Bismillahirrahmanirrahim. Mынау верме реактор. Мына жердің астынан троспен айналып пышағын жасайды. Верме реактордың іші. Мына верме реактордың сырты. Алты метрлік. Бәрі құрастырылып шешіледі, құрастырылып қайта жиналады. Мына астынан тросы, ортасында пышақ жүріп, астына түсіп отырады. Мына астында осына сетка болады, коробка қойып, үстіне субстрат тасталады. Осылай жүреді. Енді мына кішкентай размерлерінде, бұл кішкентай размерлерінде енді үстінде бункер, корм беретін бункер болмайды. Толық автоматтандырылған жүйе болмайды, енді жартылай автоматтандырылған жүйе. Астынан биогумус түсіп отырады, сол астынан биогумусын жинап отыру керек болады. Астынан биогумусын жинап отыру керек болады. Бұл ұстаушан бұл жерде үстіне әр 3 күнде, 5 күнде, бір аптада корм беріп отырады. 5 сантиметрден салынып отырады. Соны жеп төбесіне қарай көтеріліп кете береді. Ылғал жаңағы субстратты тастап, бетіне материал жауып қойса, кеппейді, солай жұмыс істелінеді. Мынаның үстінен сулаудың да қажет жоқ. Жалпы өте тез, 1 квадрат метрден бір жылда егер үзіліссіз, тоқтаусыз жұмыс істеп тұратын температура болатын болса, 1 квадраттан 3 кубқа дейін биогумус алынады деп барлық жерде осыны істеп жатқан түріктерде, қолдан істеп жатқан өзіміздің Қазақстанда да 3 кубқа дейін биогумус аламыз деп жатыр 1 квадрат метрден. Өте аз істеп, көп шығаратын, жалпы айтқан кезде жүйе. Осы верме реактормен егер істелінетін болса, өте керемет болады. Жалпы сол, Allah берекесін берсін.